Бул бизге жаңадан келген окуучулар. Осы 4-сеу ма? Жок, бул экөө жаңадан келген. Ал бул киши психолог және онун көмекчиси. Катар берсеңиздер болса. Құрметті оқушылар, таныс болыңыздар. Бұл кісі психолог ханым, есімі Несібелі және жасы Алия. Мен бомба бөліп оқи алмаймын, білесің. Несібелі ханым, сізді шақырғандағы міндетіміз, яғни сіздің жұмысыңыз, біз балалармен үлкен сайыс ұйымдастырғалы жатырмыз. Не үшін сайыстырасыздар? Енді қызықтыру үшін. Не үшін қызықтырасыздар? Енді біздің курсымыз қызық болған бізге жақсы, бізге оқушылар көбейеді, қосылады дегендей. Және біздің курсымыз қаншалықты қызық болса, соншалықты бізге және біздің оқушыларға пайдасы тиеді. Не үшін пайдасы тиеді? Не үшін болғандар қалай түсіндірсем болады? Енді ол біздің актерларымыздың саны көбейеді, бізде өнер дамиды деген ой ғой енді. Не үшін саны көбейеді? Қалай айтсам екен сізге? Біздің мақсатымыз қызық қой. Ал қызық болған жерде әрқашан жарыс, сайыс ұйымдастырылады. Ал сайыс болған жерде конкуренция, яғни бәсекелестік пайда болады. Сосын арасында түсініспеушілік ұрыс болады. Ал сіздің міндетіңіз осылардың ұрыстармай татуластыру. Осыларды татуластау ол сіздің жұмысыңыз. Сондықтан сізді бүгін шақырып отырмын. Жұмысыңызға кірісе берсеңіз болады. Түсінікті ма? Иә. Қуаныштымын. Рахмет. Сау болыңыздар. Балалар, апайларыңызды тыңдаңыздар, мен журналымды алып келемін. Саламатсыңдар ма балалар? Менің атым Несібелі Сапаралқызы. Мен сендердің психолог апайларың боламын. Сұрақтарың бар ма балалар? Жоқ екен. Онда сау болыңдар. Психолог жоқ па? Жоқ. Балалар былай, психологқа милан баспақта алдыңғыдай жаңадан келген ақылда сен бибігүлдердің тобына қатысасың. Түсінікті ғой бибігүл, иә? Асылым сіздер Ахмена топтарына қосылды. Сөйтіп сайысқа дайындаласыз. Бибігүл сендер кіші аудиторияда, Асылым сендер осы аудиторияда. 15 минуттан кейін дайындық жарыс басталады. Тексеріп тапсырма қалай дайындықтарында сабағымыз сосын жалғастырамыз. Келістік па? Иә. Бибігүл топтарының бардығына жүр. Кімде қандай идея бар? Ешнәрсе жоқ па? Кеттік онда ойласып қайтайық. Бірінші танысылар, бұл ақылда мен есім Бибігүл. Ал енді ағайдың айтқан тапсырмасын орындаймыз. Менде мынандай идея бар. Қысқасы былай. Естеміз?
тоже сықты. Анау сыртқа шығып решетка. Анау қайда кетті? Бірақ біздікі болды. Біз ұстаған сияқты.